Бәріне сәлем достар, бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Сендермен бүгін мен Жанасыл. Бүгін бізде түрмеден қашатын қазақ дейтін ойын ойнайтын боламыз. Яғни бізде достар, бүгін новый ойын. Яғни айтқанда біз бірінші бұл ойынмен бірге ойнайтын боламыз достар. Ал сендер видеосы метр каналға тіркеп және лайк басуды ұмытпаңдар. Ары қарай бастайық. Мен бұл ойынның шет жағасын көрген болатынмын. Так, настройкасын түзеп алайық өзіміз бірінші. Кішкене чувствительность көбейтейік. Аздап болсын сәл-пәл. Мұнда письмо жатыр, письмоны оқып алайық. Бұл түрменің астында бір заброшенный туннель метросы бар, содан қашып кету керек екен бізге. Ладно, енді бізге бірінші мына жақта тұр. Мына бірінші кілемді какой-то аударып, и мұны бізге сындырып керек екен уже достар. Бізге үстел керек. Мінекей орнықты алып, бұл астында кафельді сындыратын боламыз достар. Енді достар, сендер бұл ойынды ойнаған шығарсыздар бәлкім, мен білмеймін ғой. Так что комментарияға жаз кетір, ойнасаңдар не істеу керек екенін және де қандай қашу жолдары бар, оны комментарияға жаз кетіңдер достар. Мен обязательно оқитын боламын достар. Так, бірінші сындырып алайық, мен бәрін түгелдей. Ары қарай не істейміз? Мына жақта жазылып тұр екен, енді қасық ал дейді бізге. Қасық қайда екен? Міне тұр достар. Қасықпен қашатын қазақ. Бізде Мәке братан қазір қасықпен қашайын деп жатыр. Күрек сияқты қазақ дейді, кәдімгідей Мәке братанның жынды. Так, мұнан алып алайық. Предметтер. Бізде заттардың бәрі шығып жатыр достар. Мен бұл ойынды бірінші ойнап тұрмын, так что маған үйретіп жіберсеңдер риза болып кететін едім достар. Ары қарай қаза берек ал не шығады екен ары қарай көрейік. Ойбай, что-то достар, мен энергиям кетіп барады расында. Ол энергия бітсе не болады екен, соны мен білмейді екенмін, так что маған комментарияға бәрін толық нұсқасын жазып кетіңдер, не істеу керек екен. Мне уже 2 зат шықты достар, менің пойди. Так, 2 сумкам. Уже сумкам толып кетті достар, мен 5 затқа уже сумкам толып кетті. Мына кілемді жауып қояйық. Мен бұл ойынның шет жағасын енді ойнап көрдім бастап. Хотя бүйтіп заттарын білемін, не істеу керек екен, бірақ толық заттарды білмеймін не істейтінше. Мына столға бүкіл предметтерді қойып алған. Игрушка, чоза нәрсе мынау бәрін түсінбедім. Бұл не үшін керек? Не үшін қоям мен бұны? Ложканы тығып қояйық. И бізге құмдарды унитазға ағыз жіберу керек екен достар. Так, унитазға мінекей. Бұл не үшін істейтін мен білмеймін. Унитазға ағызбай ақ қойса бола ма екен? Жатандар. Жарайды, ойын барысында істеп көрейік. Бүкіл айтып жатқан нәрсесін ағыздық ары қарай. Енді есікті жұлқыла дейді. Хорошо. Есікті жұлқыласақ бізге қазір түрменің охраннигі керетін болады. Охраннигінен бізге не керегін қазір көреміз. Ты ничего не задумал? Сен бір бәле ойламадың ба дейді. Так, бізге 21 бумага керекті ма? Что за фигня? Жарайды, бумаганы алдық. Мен сені қазір қайтан 30 секундтан кейін кеп қамайым деген сияқты әңгіме айтып жатыр бізге. Бізге сразу барып жейтін нәрсеге айырбастау керек екен тамақ. Қараңдар достар. Бізге уже 3 бумагаға, то есть бір жейтін нәрсе алдық уже. Керемет. Жеп алайық, қарнымыз, энергиямыз тойды. Өз толды біздің қарнымыз. Охранник келатыр дейді достар, охранник келатыр. Мен күндіз ұйықтай алмайды екем айтпақшыдан. Түнде ғана ұйықталатын болып тұрмын осында. Бізде қазір таңғы 8:30. Ойбай, керек емес. Что-то охранник келатыр дейді достар. Бұл немене? Келатыр ма? Точно? Кеп уже қамап кетті достар. Бізге 30 секунд уақыт және сонда заттар алып айырбастап үлгеру керек па сондай. Если айырбастап үлгермесек не болады екен? Маған бәрі қызық болып тұр. Біздің Мәке братан қазір ұйқыдан тұрдып, заттардың бәрін жасап жатыр. Мәке братан қазір қайтадан қазайын деп жатыр. Ал кетті көрейік ал. Тағы біле шақырып көрейін ба? Ойбай, қасықтық қойш. Бәлесінен аулақ қазір сталық қасам. Соған не керек дейді маған. Кішкене бумага береді, сонсы тұшқым кетті ғой. В общем, достар, бізге күрекпен айырбастау керек. Короче, достар, күрекпен айырбастап алдым. Мінекей. И бізде охранник және видеоға көрдім, бумага алдым, охранник бізді уже қамап кетті. Күректің түрі мінекей достар. Так, күректі алып алайық. Уже күрекпен тез қосылатын сияқты мен ойымша. Бізге ары қарай лучшую сумку, то есть бір жақсы керемет сумкамен айырбастау керек. Ол қайсында екенін мен пайди бағана көрген сияқтымын. Ана ең шетте отжиманияны періп атқан біреуде ғой. Яғни айтқанда жасап атқан адамда. Мынаны шақырып көрейік. Так, мұнда шум естіпті ол. Сонда бізге достар күніне бірақ
екі ақ рет бумага беремін. Что за масқара бұл? Ақмақ адам деген тышқысы келіп отыр ғой мына жақта. Сен ақ бермейсің бізге. Жарайды достар. Ары қарай енді күрекпен алып қаза берейік, себебі бізде күрек уже бар. Ойыншық күрек болғанмен де мықты қазылатын сияқты что-то. Качествосына қарай ғой енді бұл. Мына кілемді аударып алайық, асықпай. Қазуды бастайды ал қазақ. Мәке братан қазып жатыр уже. Бұл предметтер не үшін керек? Оны комментарийға жазып кетіңдер достар. Сабын что-то опасно. Валетті что-то достар опасно нәрсе сабын дейтініміз бұл жерде. Ары қарай не істейміз ал? Кілемді пока... ботинка достар. Какой-то бір ботинка тауып алдым. Оны алып алдым. Екінші аяқ киім. Бұл аяқ киім что-то бізде не істейтініміз толық білмейміз ғой, короче, достар. Ё-моё. Так. Сабынды алып алайық қайтадан. Сабындар что-то көп шығып жатыр. Тап-таза сабын, қап-қара топырақтан шыққаны қалай логикаға сыймай жатыр достар. Крем үстіне шығып кетті. Оны шам болмай ма сонда? Қазып алып алайық. Сағат достар, сағат. Әдемі сағат тауып алдық көшеден, жердің астынан. Ақырындап жауып қояйық бетін. Как әдемі кетті. Бізде уже обедтің уақыты болып қапты достар. Ойбай, антық қояйық. Обедтің уақыты болып қапты. Обедный перерыв. Обедтің уақыты елді қарнеген ашты. Ойбай, чолза қыз мұнау тағы да. Ойбай достар, мынаған қараңдар, бізде Бәтиме әпшемізге қапты ғой біздің. Бәтиме әпше тамаққа ма? Бәтиме әпшеміз бізді ұстап алды достар. Бәтиме әпшеміз бізді қамап тастады ма? Не болды достар? Не үшін бізді ұстап алды? Оқып үлгермедім ғой. Охранник келе жатыр дейді достар. Охранник келе жатса бір жамандықтың белгісі бұл. Бәтиме әпшеміз және бізді ұстап берді. Что-то түріне қарағанда жаман бір бәлеге көріп қалды. Мен не істеп қойдым сонда достар? Жаман нәрсе істеп қойдым ау басқа? Вроде күректі тық қойған сияқты едім. Бәтиме әпшеміз бізді ұстап алды. Ойбай, мынау шал да бір кеп қоймады ғой. Ты ничего не задумал? Жоқ, конечно, жұмыс істемедім ғой. Бумага сұрап көрейінші. Достар, бумага бермейді екен бізге. Күніне 2 ақ рет береді екен бумага. Что за... білмеймін, түсінбей жатырмын не үшін екен. Қазуды процесін ары қарай жалғастырамыз достар. Қазу процесін жалғастыратын боламыз енді. Давай, қазып алайық. Достар, кафе қайтадан пайда болды. Мен кеттім ма немене? Қазылмай ма не мынаумен сразу? Ё-моё достар. Сонда біз және сталық қалдық. Ойын получается обновлять етіп кетті ма? Түсінбедім что-то. Әлде, то есть, күрек орында бірақ. Сонда маған тек кіні анау кафелді цементтеп бәрін қайтадан орын алып кетті. Жайды, сындырып жүрші. Рет-ретімен сындырып алайық. Асықпайық. Достар. Так. Сындырып алайық. Ары қарай қаза беретін боламыз достар. Енді алдағы уақытта көреміз не болатынын. Что-то ойын қызық болып барады. Барған сайын маған ұнап жатыр. Сендерге ұнап жатса лайк басып кетіңдер, комментарийға жазып кетіңдер. Мен бұл ойынды ойнаған, маған қызық болды. Келесі часть керек болса достар, обязательно сендерге ұзақ уақыт создырмай түсіретін боламын. Егер сендерге ұнаса, достар, бізде уже отбой деген уақыт жататын уақыт бар екен. 10:00-де. Так. Топырақ төгіп сәк достар. Тоқта. Мен және топырақты төгуді ұмыт кеттім. Ақмақ басмай достар. Мен топырақты төгуді ұмыт кеткен ғой, және сондықтан да кен ұсталып қалғаным. Ё-моё. Ақмақ басмай. Қайдан ғана топырақты төгуді ұмыт кеттім мен достар. Ё-моё. Бәтиме әпшеміз осыға күдіктен сен какать етіп кеттің ба деп ойлаған сияқты бізге ше. Пайди. Хорошо. Так, қол жуа алмайды екенбіз бұған. Так, бұл немене? Бұл какой-то бізге статистика берілген. То есть, біз жер қазған сайын энергиямыз қанша кететін ба, сондай нәрсе ол. Особо важно емес сияқты маған. Охранник келе жатыр дейді. Бәрін тазалап қойдық, үлгердік. Бізде ары қарай отбойға дейін 5 сағат уақытымыз бар достар. 5 сағат уақыт. Все в порядке? Конечно, братжан. Бізде бәрі жақсы жібере салайық. Не үшін маған қарай келе береді достар, мынау үшем бассейні ма бір бәле екен. Мына Саят дейтін охранник что-то құтырып кеткен сияқты достар, көп андып кетті. Енді отбойдың уақытына дейін күтейік, енді отбойдың уақытына бір бәле тындыратын боламыз. Опа, мінекей достар, уже бізде отбой уақытына примерно 1,5 минутта қалды. Бізде уже отбой болып қалды. Қараңғы батып кетті. Так, что-то бір бәле
Ішіміз кетті, бір бәле тындыруым керек. Ой-ой, сталып қалыппын ғой мен, айтпақшы иә достар. Жаңа мен сталып болғам, тоже песок төгуді ұмытып кеттім, ақымақ басым-ай. Иә, енді столды хотя бы сындырып тастайық, анау отбойға дейін. Отбойда по идее жұмыс істей аламын ба, жұмыс істей алмаймын ба, соны көретін боламыз бірге достар. Отбойда так, мыналарды сындырып тастайық. Пах. Үй деген қатты деймін, мына цемент сынбайды екен ғой достар, иә? Үй деген қатты цемент еді мынау. Сындырып тастайық шал. Давай, тез сындырып тастайық, столды орнына қойып қояйық, и мынаны ақырындап жауып қояйық. Себебі қазір бізде 15 секундтан кейін ойбай жағылмай отыр ғой. Охранник келе жатыр достар. Охранник келе жатыр достар. Охранник келе жатса біз уже бәрі чисто болып тұру керек. Достар, мен жаңа айтпақшы, сталққа әбет шамай қалдым ғой алдында. Иә, қарны ашып кеткен қазір. Отбойды қазір жұмыс істеп тастайтын шығамыз. Отбойды болмай атып так. Бар жоғы 20 секунд қалды. Все в порядке? Конечно, братан, бәрі жақсы. Кете берші бар. Саят. Давай, кете бер. Саят дейтін охранник қой бұл. Сако дейміз ғой, Сико дейміз бәле. Және Сико ағай дейміз ғой, Сико ағай. Бүгіннен бастап бұл бізде полицейдің аты Сико болады. Сико ағайды бір құттықтап қояйық, себебі жаңа атын пайда болды Сико. Давай. Отбой уақыты болды. И отбой дейді. Бәрі жатып қалды достар. Ал біз көтіміз қышып бір бәле істейтін боламыз достар. Так. Мына күректі алып алайық ақырындап. Жер қазу операциясы басталды. Сендердің қазір бандиттерін жерді қазып қашып кететін болады. Инструмент, то есть бүкіл заттарды алып алайық. Бәке братандарың қазір қашайын деп жатыр ғой. Бәке братандарың қашатын болды. Уже достар, бізде уже 11 уақыт қалды сағат. 11 уақыт қалды. Төгіп алайық сразу. Таңертеңге жұмыс болып қалмасын. Таңертең уже көп қалу мүмкін. Түнде ештеңе болмайтын сияқты соба, себебі бізде Сико ұйықтап жатыр. Маған завтрак қызық болып тұр. Завтрак тамақ бере ма, тамаққа барам ба, маған қызық болып жатыр достар. Ал енді ұйықтақ. Охо, спать всю эту ночь дейді. Екінші күн. Иә, бізде завтракқа какой-то бір супа, бір каша малаша берген. Қарым тоймай қалды. Давай, жұмыс істек ал. Письмода не дейді достар? Қалай? Қазуды бастап кеттім, түрмеде бір склад бар дейді, короче, пайдалы заттармен. Бірақ мен оны, короче, айтқанда жабық дейді. Мен саған түсіндірем дейді бәрін, короче, қалай не істеу керек. Түрмеде склад бар, и ол жабық дейді, өкінішке орай. И арғарай не істеу керек екенін мен саған айтатын боламын дейді, короче. Бірақ бұл письмо кім беріп жатқанын мен білмеймін. Кім екенін айтсашы кәне. Ақымақ. Давай. Қазып. Қарным ашқаннан сабыр жеңіп кетті достар, Давай. Бізде ровно қазір почти 1 минуттан кейін бізде анау Сико братанымыз келеді. Сико братанға айтарым бар мен, короче, айтқанда ше. Сико братан тамақтарын өте нашар деймін ғой, короче, айтқанда ше. Давай, уже паласты жауып тастайық. Бізде какой-то бір клемді жауып тастайық. Опа. И мына инструментті тақ қояйық. Өзімізді, какайт еткен жерімізді апарып суға сап тастайық. Міне, бұл мынандай бәрі достар. Аламыз, саламыз. Аламыз, и барып іштетіп саламыз. Жұмыс бітті. Бізде қазір 30 секундтан кейін біздің полиция сымақ Сико братанымыз келетін болады. Ал, так. Бізде обед уақытына дейін былайша айтқан ұзақ уақыт бар. Өзім шақырып алам қойыншы атана Сико братанды. Сико братан, бергел мұнда. Сико. Келем екен? Шақырам ойдым, Ойбай, Сико, қайдасың? Охранник идет дейді. Сико братан, келе қойшы мұнда. Сенен бумага алып алайын. Жоқ, маған бумага керек. Иә, бумага керек дей, сезбеші маған. Тышқым кетті. Таңертеңгі тамақтан что-то ішті ауыртып жіберді ғой. Не қосқасындар, Давай, кетші бол тез,
көзіме көрінбе, давай. Аха, біз Сико братанды алдап жібердік и барып сумка айырбастап алдық. Мінекей достар, уже айырбастап алдық, себебі мен реклама көріп алып отырмын. Рекламаны көріп отқанға бізде уақыт жоқ достар, өздерің білетіндердей. Иә, так, о, кілем, что-то. Ей, жынды ма, мен сталып қалдым ба не жаңа? Давай сындырып тасташы тез. Что-то ойланып алайын достар, қалай сталып қалдым мен жаңа? Иә, айтпасам біз нені, то есть үлгермей қалдым, мен сумка айырбастап, рекламаның уақыты ұзақ болып кетті, үлгермей қалдым, бірақ сумканы айырбастап болды. Прикинь, олай болады екен. Хорошо. Так, капать етіп сындырып алайық. Ой, сындырып бұны қазып алайық. Что-то қазылмай жатыр. Охо, міне қазылып жатыр. Біздің Мәке братанымыз что-то шаршап қалған сияқты. Энергиясы өздерің көріп тұрғандарындай аз. Так что бүгінгі қазу жоспарын ақырын тоқтататын боламыз. Иә, какать еткен жеріміз қайтадан бір тазалап алатын боламыз достар. Так, күштетіп салдық, бардық, алдық, и күштетіп салдық. Барып алдық, и барып күштетіп салдық. Бізде обед уақытына дейін бізде 40 секунд қалыпты. Обедті қазір біз 20 секундтан кешетін боламыз. То есть 20 секунд деп айтқым келген достар. Бізде не дейді? Обменай что-нибудь, чтобы ускорить скорость подъема дейді. Подъем? Бізде сонда бір бәле алсақ, біздің подъем уақыты ұзарып кете ма дейді. Обедный уақыт. Ого, біздің Бәтиме әпшеміз келе жатыр. Бәтимен жүрген жүрісін айтсашы. Қытадағыдай жүреді ғой. Бәтиме әпше, мені босатыңызшы, қарным ашып кетті. Бәтиме әпше. Опа. Қашпа дейме, бізде түрмеде немене дейді. Бәтиме әпшеміз жарайды алды. Кеттік. Біз обед ішіп алуымыз керек. Чо за негр мынау? Чо за негр? У меня есть работа для тебя. Я заплачу тебе. Немене мына 5 евро ма немене бәле. Короче, айтқанда 5 евро дейді маған. Жарайды. Қарным ашып тұр, мен кетші бар, қайдағы жұмыс. Давай ал. Гречка? Гречканы ұрып аламыз, себебі бізде басқа тамақ жоқ. Бәтім әпше. Ебай, тұрғандай мынаны. Давай. Чо за нәрсе мынау? Бәрін тінтіп алу керек достар. Ойбай, отырып қалдым ба, не болып кетті? Бәрін тінтіп алайық достар, себебі бізге қазір алда жоспарлар бойынша осымен жүрміз керек. Айтпақшы, мен сумкам көрінді ғой достар, 10 количество заттар сет бәрі. Так, бізде обед ровно қаншада 2-ден 30 кеткенде обед уақыты бітеді. Аха, так что бізде негрдің тапсырмасы болмайды. Давай енді, ставканы көтер енді. Маған сабын әкел, сабын смело әкепсең ғой саған, братан. Негр братан! Давай, негр братанға барып сабын апартсақ. Сабындарды қайда қойып мен столға қойдым, бірақ столда жоқ ол. Мынаның ішінде болмайды. Достар, сабынды қалай алам? Мен сабын керек маған тез. Уже ровно 1 минут қалды менде. Давай енді қазып, может апарып беретін боламыз достар. Так, столдың үстінде болмады. Қазып болмай атсақ, барып сразу ұрып барамыз да, қазып аламыз да, и барып апарып беретін боламыз сабынды. Бізде уже 40 минут 40 секунд қалды ма? Так. Ой, алмай, давай. О, сабын достар, сабын сразу тауып алдық. И мынаны жауып тастайық. Давай, обед уақытына дейін 30 секунд қалды достар. Үлгеретін сияқты что-то. Негр братанға барып тастайық. Негр братан, подожди меня дейсің ғой. О, давай, тез. Мінекей негр аға, сіздің тапсырмаңызды орындадым. Оқасы жоқ, негр братан. Давай, хорошо достар. Бізде уже ақшасын төлеген шығар, төлемедім әлде. Давай, ставканы көтерейік, нифига себе. Давай, көтермей ма? Жарайды ал. Негр братан, саған да ренжіп қалдым, не то бұны. Ол обед уақыты бітті уже бізде. Комнатасы кәдімгі гламурный ма? Бір бәле, короче. Кәдімгідей. В общем, түрмеде де пара жұтты ол да сол көріпсіңдер ғой өздерін ше. Орны жақсы не өте нашар болып кетті. Түрме жермегөк дей ғой біздің тұратын жеріміз ше. Обед уақыты бітті. И бізде қазір кеп Бәтиме әпшеміз. Ойбай, Сико братан, ашулысың ғой, что-то. Сико! Я слышал, здесь какой-то шум дейді. Маған бумага бермеді достар. Бумага бермеген емес. Хорошо, тогда мен сенің бумагана керек емеспін. Мен бумаганы негізінде ұшпаймын. Мен бумаганы просто айырбас жасаушымен алдым сенен. Жарайды достар. Мен бәрін қазып қалайық. Себебі бізге қазу пайдалы іс әрекет болып кетті. Так, енді қазып
болдық біз по идее так ойында негізі біз керемет нәрселермен таныстық. Так охранник шақырып алайық. Иә достар, біз енді бәтим әпшеміз және де сико братанымыз таныстық. Ойбай, не болып кетті, бізді ұстап алды ма не охранник? Ой, ұмытып кеттім ғой достар, күрек тұғыда. Жарайды енді достар, бүгінгі видеода біз енді керемет нәрселерді істедік. Енді достар, келесіде Мәке братанымыз келесі частты қашалама, оны келесі видеоларда көретін боласыңдар. Сендерге бүгінгі видео ұнады деген ойдамын. Бүгінгі видео ұнаса арнаға тіркелді, тіркелмеген болсаңыздар и лайк басыңдар, комментке обязательно өз ойларыңды қалдыруды ұмытпаңдар. Сендермен бүгін болған мен Жанасыл. Келесі кездескенше аман сау болыңдар.